Әлем чемпионатының іріктеу кезеңі Уэльс пен Қазақстан арасындағы ойынға қысқаша шолу жүргізейік. Ойын Кардиф стадионында өтеді. Және екі құраманың баға жағынан келсек, 165-те 35 миллион евро, бізде 13-те 33 миллион евро құраманың жалпы бағасы. Жасы 27-те 4, 27-те 5, араларым жастары бірдей, орташа баға бұл. Орташа жастары келтірілген легионерлер саны 22, Уэльста бізде 7. Легионер дегеніміз бұл басқа чемпионаттарда ойнайтын ұлттық құраманың ойыншыларын айтып отыр бұл жерде. Біздің тренер Али Алиев 44 жаста, ал Уэльстің тренері болса 45-те. Бұлардың да шамалары жастары бірдей. Крайг Беллами бұрын қай жерде тренер болғанын білмедім, және қарап өтейік бұрын қандай командаларды жаттықтырған екен. Екінші Англияның екінші лигасының чемпионатының кубогы бар екен бұның. Бір кубогы, жақсы көретін схемасы 4-2-3-1. Тренерлік мансабын көрейік. Тренерлік мансабы Лига наций Б-да 6 ойын, 3 жеңіс, 3 ничья, және де бұл жеңілмеді, 12 ойын алыпты сол кезде. Мынау мықты келе жатыр екен, былай ойласақ. Бернлида ассистент тренера болыпты. Андерлехта ассистент тренера. Андерлехта тренер, молодежный команда Кардиф, сотрудник молодежной команды Кардиф. Так, Ливерпульда ойнаған ба, Уходда Ливерпуль ойнапты бұл жігіт. Өте біраз жерлерде ойнапты бұл жігітті, мен танымаймын екен. Нелерде жақсы командаларда ойналасады. Крайг Беллами. Так, жақсы. Ары қарай көрейік. Ең қымбат ойыншылар Бреннан Джонсон, Ноттингем Форестта туылған, және Тоттенхэмда ойнайды екен. 2026 жылға дейін контракт, правый вингер болып ойнайды. Бағасы 50 миллион евро. Бізде болса Нұралы Әліп 3,5 миллион евро тұрады екен. Ақтаудың ойыншысы. Бұл жерде Дастан Сатпаев меніңше әлі көрсетілмеген. Ол әлі білмеймін не көрсетілмеген, бірақ Челсида ол әлі ойнап жүрген жоқ. Мүмкін сол себепті шығар. Және де ол 18-ге толмаған, мүмкін сол себепті әлі көрсетілмейтін шығар ол жігіттің осы жерде ойыншысы бағасы. Нұралы Әліп 99, 2000 жыл. Так, ары қарай көрейік. Мына Брендан Джонс Тоттенхэмда жиі ойынға шығатын ойыншылардың бірі болып саналады. Так, Уэльстің құрамасын көрейік. Және мына құраманың көп ойыншыларын мен қарап шықтым. Және де мынау Лестер Сити премьер-лигада уже скоро ұшады бұл премьер-лигадан. Және бұл ойыншы әлі основной составта да ойнаған жоқ. Мына вратарлардың бәрі бұл жерде жастарда кәрілеу екен, және де основной составта ойнап жүрген жоқ бұл ойыншылардың көбі, қақпашылардың көбі. Мынау чемпионшипта, мынау да чемпионшипта, мынау Соунси Ситида чемпионшипта. Вот Бен Дэвис Тоттенхэмда, және бұл Бен Дэвис өте жиі ойын көрсетіп жүрген жоқ. Жасыда 31-де, уже центральный защитник, жиі ойын көрсетіп жүрген жоқ. Тоттенхэмда Джои Родн Лидс Юнайтед, бұл да чемпионшипта ойнайды. Мына жігіт Сандерленд, қателеспесем, тоже чемпионшип, бұл мүмкінде чемпионшип, 2-я лига. Сонда ойнайды көбі. Және де премьер-лигада ойнайтын ойыншылардың саны бұларда аз. Бен Дэвис, Дани Уард, бұл тіпті ойында көрсетіп жүрген жоқ ол құрамада. Ноттингем Форест, міне жақсы ойнап жүрген жігіт, осы жігіт Нико Уильямс, оң қапталдың қорғаушысы. Бұл жақсы ойын көрсетіп өткенде Манчестер Ситимен болған ойында да основной составта ойнаған. Бұл жиі ойынға шығып жүрген ойыншылардың бірі Ноттингем Форестта. Ноттингем Форест өздерің білетіндей қара АПЛ-да 3-ші орында келе жатыр. Нуно Шантуштың қол астында. Бернли, Конор Робертс, тоже чемпионшип болу керек. Я чемпионшип, 2-я лига. 2-я лига. Джой Аллен 35-те, бұл уже кәрі, Соунси Ситида өте кәрі жігіт болып саналады. 35 деген жылдамдығы аз. Кай біздің тағы бергенмен примерно шамалас. Бірақ тағы берген әлі біраз ойды жақсы көрсететін түрі әлі бар. Кай Андруш центральный қорғаушы, 18 жаста. Оливер Купер, бұны бәр чемпионшипта.
Мазуреллы бұл жас жігіт екен. Мазуреллы қай лигада? Премьершип, первая лига Шотландии. Шотландияда ойнайды екен. Так, правый вингер мынау Сток-Сити болуы мүмкін. Сток-Сити, иә, бұл да чемпионшип. Вот, ең қымбат ойыншы, ең жақсы ойыншы Брендан Джонс болып тұр. Одан кейін Лидс Юнайтед, чемпионшип, Борнмут, Дэвид Бруксты көрейік. Борнмут тоже, премьер-лигада Борнмут, я дұрыс. Так, кубок бар екен, 22 ойын, 2 гол соққан, 3 сары қағаз ойын алыпты. Так, ассист жоқ. Бұл ойыншы да жаман емес, ойын практикасына байланысты. Және мына жерде Брендан Джонс ең жақсы ойыншы болғанымен, бұл ойыншыға тоқталып өтейік. Бұл ойыншы өте травмадан енді айығып, енді қана ойынға жаңадан кірісіп келе жатқан ойыншы. Так, қане көрейік. Так, Брендан Джонс игры көрейік. Так, биыл міне 2025 январдан бастап травмада, берцовой кости травмадан айыққан, февральда бір айдан кейін айыққан, және де 26 минут ойын көрсеткен, 64-90 минут бойы Манчестер Ситимен ойын көрсеткен, 45 минуттан соңғы уақыттарда көрсеткен ойындардың саны, сыгранный ойындардың саны бойынша. Так, мынау соққан голы, 2 гол соғып Испичка, бұл мен ойынша Испичтан, бұл, скорее всего, кубковый матч болуы мүмкін, Ипсвич Таун, нет, премьер-лига, первая лига. Да, Ипсвич Таун премьер-лига, да, получается. Кейбір командалар тіпті біле бермеймін екен. Так, осылай. Так, ары қарай қарап өтейік. Уэльс, Брендан Джонс, мынау тоже Дэвид Брукс көрдік бағана. Томас Сарабия, бұл Нант, бірінші лигада, тоже бір голмен 2 гол соққан. Ганновер 96-да. Робия Матонда көрейік бұл жігітті. 6 ойын, бірақ гол кіргізген. Және 6 ойын. Қашан ойнаған соңғы рет основной составта? Мартта мне жуырда ойнапты. Вне заявки. Бұл жігітті өте қатыр ойнап жүрген ойыншы емес екен. Шеффилд Юнайтед 32-де. Лайм, центральный нападающылардан ішінде тіпті қатты ойнап жүрген ойыншы деген жоқ. Макеев Мор көрейік. Шеффилд Юнайтедта қанша гол соққан, бұл ойыншы вроде гол кіргізіп жүрген жігітке ұқсайды. Иә, 22 ойында 5 гол кіргізіпті. В принципе, жаман емес, бірақ чемпионшипта. Сондықтан Уэльстің составы қатырып тұрған команда емес ешқандай. Біздің Қазақстан ойыншылары бұлармен бірдей тең-бетең ойнауға болады, яғни. Біздің құрамаға көз жүгіртейік. Қазақстан құрамасына. Біздің құрамада өзіміз білетіндей мына жерде легионер санын басақ, ең бір осыларды қарап өтейік. Басты ойыншылар Стас Покатилов, Нұралы Әліп. Стас Покатилов Азербайжанда ойнайды. Сабах деген клубқа ауысып кеткен. Одан кейін Нұралы Әліп. Зенитте Георгий Жуков бұрында айғай-шу кезінен кейін осы жолы оралды. Осы жолы өте жақсы көңіл күймен оралғандай болды. Интернет желісінде қарағанда өте мәз болып жүрген түрін көрдік. Георгий Жуковтың бұл ойыншы да бізге көмектеседі деп ойлаймын. Бұл жігіт Пушса Неполомице деген командадан ойнайды екен. Көрейік. Пушса Неполомице. РКО экстра класс. Польшада ойнап жүр, получается, но Польша ойы Пежуцта. Роман Якуба. Пушца. Стадиум Мижи. Минус текущий трансфер баланса даже. Минус-то 870 миллион общий стоимость. Стоимость да өте көп емес, қымбат команда емес. Польшаның бірінші лигасы екен. Давайте Жуковтың общий несін қарап өтейік. Георгий Жуков қалай өнер көрсетіп жүр бұл құрамада. Біздің Қазақстанның кубоктары, чемпион Қазақстана, Аблатят Кубка Қазақстана, Қазақстаннан кеткелі бұл жігітті ешқандай трофейді көтермеген екен. Ойыны бар жоғы 6 ойын, 7 ойынның 6 ойынған ойнаған, 2 сары қағаз алған. Так, 6 ойынын көрейік. Қанша минуттан ойын көрсеткен? 17, 84, 75, 31, 81 минут ойнаған.
өте көп емес бұл жігіттің де соққан голдар саны. Так, әліп Рамазан Оразов Скейлбург құрамасында жаман өнер көрсетіп жүрген жоқ, бірақ қосалқы құрамда отырады және сол жақтың жокері болып жүр. Бұл жігітте ешқандай трофей жоқ, біздің Қазақстанның кубогынан басқа. Ойын 13, 2 гол соққан, соның өзінде де гол соғады бұл жігіт. Екінші таймда шықса да вне заявки, в запасе 2 минут 1 минут не. Тіпті ойында көрсетіп жүрген жоқ. Таза запастан шығады да жокер ретінде 1-2 гол соғып кетіп жатыр. Өте өкінішті әрине. Нұралы әліпті көрейік. Міне Нұралы әліпте біраз трофей бар екен. Чемпион России, победитель Кубка России 1 рет, чемпион России 3 рет, обладатель Суперкуб России 3 рет. Қазақстан. Бұл ойыншы біраз тер төгіп жүрген ойыншы негізі. Так, 2025 жылы 13 ойын өткізген. РПЛда 13 ойын, 1 гол соққан біздің жігіт. Мықты, жаман емес. Және ойындарының саны былай қарасақ жаман емес. 90 минут, 31, 45, 90, 82, 7 минут. Соңғы ойындарда в запасе Мәскеуге қарсы ойын ойнамапты. Спартак Москваға қарсы, Факел Воронежға қарсы запаста қалып, екеуінде де запасқа қалыпты. Мына жерден травма алған, сол себепті әрине тренер мүмкін ол ойыншыны ол жаққа шығарған жоқ шығар. Жарайды, бұл жігіттің де жағдай өте қатты жақсы деп айта алмаймын. Мына жерде Бахтияр Зайнудинов бізде жоқ, травмасына байланысты ойын көрсетмейді деген сөз естідім. Міне нағыз қазір өз бабында жүрген ойыншы Максим Самородов. РПЛ Российский премьер-лигада өзін өте керемет ойын көрсетіп жүр қазір уақытта. Ойыншыларды алдап, дриблинг жағынан бәрі тамаша болып жатыр. 15 ойын, 15 ойында 3 гол соққан, 2 голдық пас беріпті. Және ойын уақытын қарасақ, стабильно 70 минутқа дейін ойнап жүр. Жаман емес. Локомотивке қарсы ойын көрсетті, Химкимен 0-1 ойнады. Жаман емес Максим. Ғалымжан Кенжебек Кошице командасында. Бұл жігітте өте жақсы өнер көрсетіп жүр қазіргі уақытта. Бірақ қосалқы құрамда да қалып қойып жүр. Бірақ соның өзінде де қатты атышулы жігіт емес. Бірақ Тараз мектебінен бірақ ойын ойнаған, 1 гол соққан ба сонда, 1 ойын ойнап 1 гол соқты. Жаман емес. 24-25. Бұл жігітте өз бабын, өз ойынын табады деп ойлаймыз. Жас бала 22-де, бірақ 20. Абат Айымбетов, біздің легенда, біздің Карим Бензема. Абат Айымбетов 29-да, нағыз өз күшінде, чемпионат первой лиги России. Обладатель чемпион первой лиги России. Қай чемпион болып жүр бұл? Крылья Советов Самар 2021 жылы. Крылья Советов құрамында ойнағанын мен білмеп бұл жігіттің. Так, жақсы. Абат 20 ойын, 4 гол соққан, 3 сарға қазалған. Абат тырысады, Абат ойнайды, бірақ допты қабылдауы, допты өз алдына жіберу несінен өте нашар болып келеді. Так, ары қарай көрейік қайда кетті біздің құрамамыз. Состав Қазақстана. Так, Уэльсқа көшіп кеттік қой біз. Состав құрама Қазақстан құрамасы. Ары қарай көре бастайық өз құрамамызды. Стас Покатилов маған қатты ұнай қоймайды. Бұл жігітті допты қолында ұстай алмайды, не дұрыс позиция жағына қарай қақпайды, өтірік бір секіре салатын неге ұқсайды қақпашы. Заруцкий жаман емес, нормально, бірақ қазір уақытта өз вратардың ішінен Мұхамеджан Сейсен Астана командасының құрамында өзін жақсы көрсетіп жүр. Былтыр Астананың лига конференция ойынында бұл жігіт өзін жақсы көрсетті. Содан кейін ұлттық құрамаға да өзіне жолын ашып, енді ұлттық құрамада өзін жақсы сапынан көрсетіме деп ойлаймыз. Нұралы айтып өтік, Алибек Жұмаханов Елімай командасында бұл жігіттің ойын көрген жоқпын, әлі білмеймін. Марчкин бұрынғыдай Марчкин емес, министр обороны деп айта алмаймыз. 34-те өте баяу ойыншыға айналды. Бұны кез келген жас ойыншы 2 айналып жүгіріп өтуге де мүмкін, өйткені күші 45 минутқа ғана жетеді деп ойлаймын. Ары қарай бұған қиын болады. Бірақ Марчкин өз уақытында ойнап көмектесті және
Әділбек Жұмаханов деген сияқты жігіттерге үлкен көмек береді деп ойлаймын. Ұлар Жақсыбеков, бұл жігіттің да ойынын мен білмеймін қалай ойнайтынын, көрмегем. Ян Вараговский жақсы ойнайды, және бұл кішкене настроенияға байланысты. Бір ойында жанып шығады, бір ойында ойыны жүрмей қалады. Бірақ удачный ойыншы, өз позициясын дұрыс таңдай алады. Тоже біздің өз құрамаға допты қабылдау және допты дұрыс позицияға жіберу жетіспейді әрқашанда. Бұлай тренировкада жақсы көрінетіндей, бірақ ойынға келген кезде бір-бірін түсінбей қалады. Бірақ өте жақсы мотивация берсе, Адиев кезіндегідей өте жақсы құлшыныспен ойнап кетеді біздің жігіттер. Марат Быстров, міне нағыз допты бір қабылдауында түсінбейтін және допқа жүгіруінің өзінің манерді бір ерекше ойыншылардың бірі. Сол аяқта Марат Быстров, өзі Быстров дегенде өзі де быстрый, тез қозғалады. Бұл ойыншыны енді оң қапталда айырбастайтын ойыншылар Еркін Тапалов болуы мүмкін. Еркін Тапаловтың да бірақ косяктары біраз бар. Бұл жігіт тырысады, және бұл жігіттің алыстан соққылары маған ұнайды, жаман емес. Енді Қайрат сапында бұл жігіттің оң қапталда өз позициясын, допты қайда асыру керек, қалай допты көруін бәрін физикалық жағынан тұрғыдан дамытты деп ойлаймын Еркін Тапаловты. Сондықтан Марат Быстровтың орнына основной составда Еркін Тапалов шығуы мүмкін. Сұлтанбек Астанов және екі Астановтардың ойындары маған қатты ұнамайды. Допты тек қана артқа береді, ал Ерхан Астанов болса қолына Бензема сияқты бір нені орап алады да, содан басқа көрсететін ештемесі жоқ. Енді ренжімесін маған Ерхан, конечно, Астанов, бірақ расында да солай. Жылдамдығы бар сияқты, бірақ ешқандай позициялық атакаға да, ешқандай алыстан соққы, ешқандай да жақсы өнер көрсетпейді. Маған бұл жігіттің ойыны мүлдем ұнамайды, екі жігіттің де. Айтып өтейін. Енді былай қарасам, мына екеуі косячник болып табылады. Сұлтанбек Астановтар бұл ойынын көрмеген, бірақ примерно түсініп отырмын. Ал Ерхандікін білемін мен, ойын ұнамады маған. Мади Хасен, опорный полузащитник, бұл жігіттің ойынын білмеймін, көрмеген, бірінші рет көріп тұрмын. Асхат Тағберген, центральный полузащитник, енді бұл 34-те, жылдамдығы да аз, допты алысқа асырады, және де соңғы уақытта бұл жігіттің жалақысы жайында өте үлкен шум, айғай-шу болып жатыр. Шымкент әкіміне дейін айтып отыр, бұл жігіттің 20 миллион теңгесін біз ештеңе істей алмаймыз деп. Менің өз ойым бойынша, бұл Қазақстан, бұл 20 миллионға менің ойымша тағы да біраз үлкен сұрақтар бар шығар. Ондай нәрсені интернет желісінде айтып қажетті жоқ шығар. Бірақ Асхат мыналардың арасында келген кезде бұлардан да аспайды да, кем емес та, бірақ алыстан соққылары көбіне мыналардың арасында 80%-нан өте жақсы деп айта аламын. Георгий Жувқа тоқталып өттік, Рамазан Орқа тоқталып өттік. Наурызбек Жагоров, бұл жігітті мен тіпті білмеймін екен. Тобыл сапында ойнайды. Бұл жігітіміз Серікжан Мужиков, бұл 35-те тоже жас келген, енді қиын, бұл жігітті өте жақсы ойын көрсете алмайды. Соңғы уақыттарда допты ұстау үшін кішкене шығармаса, бірақ бұл жігіттен тоже пайда жоқ. Максим Самородов жақсы, Елхан Астановты енді жасы да 24-ке келді, мүмкін осы сезонда осы жылы өзін жақсы жақтан көрсетеді деп сенем. Бірақ қолындағы лентасын алып тастап жүгір деп айтамыз саған, Елхан. Алияр Мухаммед, бұл жігітті мен тіпті білмеймін екен, ол 75-те ойнайды, танымаймын. Вот Ислам Чесноков, соққысы да, өзінің физикалық тұрғыдан да, футболының IQ жағынан да өте жақсы, соққысы да әдемі. Абат Айымбетов тырысады, Абат Айымбетов ойнайды, Абат Айымбетов допты қабылдауы өте қиын. Және біздің 16 жастағы жас жұлдыз Дастан Сатпаев, бұл жігіт әлі премьер-лигада да өзін жақсы жағынан көрсеткен жоқ әлі. Өткенде Астана мен Қайрат арасында Астанасқа бір гол соқты, ол ойында да өзін жақсы жағынан көрсетті, қозғалысы бәрі өте әдемі болды. Позиция таңдау бүкіл жағынан, соққы жағынан өте жақсы өнер көрсетті. Бірақ бұл жас бала, және де бұны өте көп мақтай беруге болмайды. Осындай тұрғыдан біз бұл жігітті өте жоғалтып алуымыз мүмкін. Және Қайраттың сапында өте жақсы сапалы ойыншылар бар, солардан кішкене психологиялық мүмкін не жинап, опыт жинап, өзін жақсы жағынан көрсетті деп ойлаймыз. Бірақ бұл жігітті қайталап өтем, біздің Қазақстан премьер-лигасында әлі өзінде көрсеткен жоқ, бомбардир да болған жоқ, үлкен ассист та болған жоқ. Бұл жігітті өте мақтайтындай әлі ештемеде көрсеткен жоқ. Бұндай таланттар Европада да жетеді, осындай таланттарды көп командалар
өзінің қатарына қосады, және уақыт өте келе бұл балалар жоғалып кете береді. Сондықтан бұл жігітке сенеміз, өзін жақсы жағынан көрсетеді деп ойлаймыз. Міне биыл Суперкубок Қазақстан ұтып алды. Сол осылай өзінің трофейлар жалғаса береді деп ойлаймыз. Ұлттық құрамада дебютын бастайды, физикалығы мықты. Бұл жігітке тек қана сәттілік тілейміз. Сол осымен менің ойымша Қазақстан Уэльс ойынының айтсам, счетты ойлана кеп айтсам, менің ойымша екеуінде де өте мықты ойыншылар жоқ. Ойын тең-бе-тең болады дегенге мен сенем. Мен ұлттық құрама әрқашан жеңіледі деп ешқашан айта алмаймын. Қандай командамен ойнаса да, бірақ мына Уэльспен біз жеңілмеу тиіспіз. Тең-бе-тең ойнау керекпіз. Есеп 1-1 деп ойлаймын.